Аманат және тәубе. Мұхаммед ибн Мунқадир әкесінің былай дегенін естіген. Суфиян Саури қағбаны айналып жүріп, әр қадам басқан сайын Алла елшісіне саллаллаху алейхи уәсәлләм салауат айтқан кісіні көріп: сен Аллаға зікір айтуды тастап, пайғамбарға саллаллаху алейхи уәсәлләм салауат айтуға беріліп кетіпсің. Бұл туралы бір білгенің бар ма дейді. Әлгі кісі: Алла күнәңді кешіргір, сен кімсің дегенде, әлгі мен Суфиян Сауримын деп жауап береді. Сонда әлгі кісі: егер сен осы дәуірдің ең тақуалы кісісі болмағаныңда, саған бұларды айтпас едім. Бір мәрте әкеммен қажылық сапарына шыққанбыз. Тоқтаған жерімізде әкем қатты науқастанып қалды. Нәтижеде біз де оған қарайлап сол жерде тұрып қалдық. Бірақ ауруы асқынып кетті де ақыры көз жұмды. Жаны шыққаннан кейін қарасам, жүзі қарайып кетіпті. Мен қатты қорықтым. Шүбәсіз бәріміз бір Аллаға тиесіліміз, оның басыбайлы құлымыз, және түбінде оған қайтамыз деп бетін жауып қойдым. Кенет қатты шаршағаннан соң көзім жұмылып есіней бастадым. Сол қайғырып отырған бойы ұйықтап кетіппін. Түсімде жүзі нұрлы, таза киінген, хош иісі бұрқыраған біреуді көрдім. Ол әкемнің жанына асығыс басып келді. Кебінді ашып, алақанымен әкемнің жүзін сипап өткенде, оның жүзі жарқырай түсті. Содан соң әлгі нұр жүзді кісі кетіп бара жатқанда етегіне жабысып: уа Алланың құлы, сен кімсің? Иен далада Алла сені әкеме жіберіп, жақсылыққа себепкер қылды деп сұрадым. Ол маған бұрылып: мені таныған жоқсың ба? Мен Құранның иесі Абдулла ұлы Мұхаммедпін. Сенің атаң күнәһар кісі еді, бірақ маған көп салауат айтты. Өлгенде ауыр жағдайға түсіп қалғанын көріп, жәрдемге келдім. Маған көп салауат айтқандарды тастамаймын деді. Сол жерден ойланып кетіп қарасам, шынымен әкемнің жүзі ағарып, жарқырап қалыпты. Бір риуаятта Амр ибн Динар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәлләм былай дегенін айтқан: кім маған салауат айтуды ұмытса, немқұрайлы қалдырса, ол пенде пейіштің жолынан адасады. Аманат деген сөз әділетсіздіктің алдын алу деген мағынаға келеді. Бұның керісіншесі қиянат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм айлакерлік қылғандар, алдағандар және аманатқа қиянат жасағандар тозақлар деген. Мұндай сипатқа ие болған кісілер тозаққа кіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм айтады: басқалармен мәміле жасағанда ақысын жемеген, сөйлессе алдамаған кісі, адамгершілік жағынан жетілген, әділеттілігі расталған және туыстық байланыс құру керек болған кісілер. Бір бәдәуи бір елді аманатты берік сақтады. Өздеріне берілген қызметте әділеттіліктен таймайды. Ешбір мұсылманның ақысын жемейді. Олардың мойнында ешкімнің ақысы қалмайды. Олар үмбеттің ең жақсылары деп мақтаған. Қазір сол бәдәуи айтқандай кісілер қалмай барады деп айтсақ, артық айтқандық болмас еді. Қазір кісі бейнесіндегі қасқырларды жиі кездестіресің. Әзірет Хузайфадан радиаллаху анху риуаят етілгені бойынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм адамдар бір-бірімен сауда-саттық жасап, бірақ олардың ешбірі аманатты сақтауға әрекет жасамайтын уақыт келеді. Міне сонда пәленше руда сенімді біреу бар деп айтылып қалады деген. Күнәләрден тәубе жасау аяттар мен хадистерде көп айтылған. Уа мүміндер, күнәларың үшін өкініш білдіріп, бәрің бір ауыздан Аллаға тәубе етіңдер. Сонда ғана азаптан құтылып мақсат мұраттарыңа жетесіңдер деген аят жалпы мүміндерге тиесілі. Алла тағала басқа аятта: уа иман келтіргендер, шынайы түрде тәубе етіп, Аллаға бет бұрыңдар. Міне сонда Раббыларың күнә қателіктеріңді өшірер, һәм бәріңді жайқалған жасыл бауларының арасымен және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшаларына кіргізер. Ол күні Алла пайғамбарды және жанындағы мүміндерді жерге қаратпайды. Олардың нұры алдарына, әрі оң жақтарына шығып, алып ұшып жолдарына жарық түсірумен болады. Сонда олар: уа Раббымыз, нұрымызды толықтырғайсың һәм бізді кешіргейсің. Сенің құдіретің барлық нәрсеге толық жетеді деп жалбарынады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм де күнәләрінен тәубе жасаған кісі Алла тағаланың сүйіктісі һәм тәубе келтірген кісі еш күнәсі жоқ адамдай деген. Алла елшісінің қызметшісі Әнәс ибн Мәлик әл-Әнсари радиаллаху анху баяндайды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм: құлы тәубе жасағандағы Алланың қуанғаны біреуіңнің иен далада шөлде жоғалтып алған түйесін кенеттен тапқан кездегі қуанышынан әлде қайда күшті деп айтқан. Мейірімділік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм пейішке мейірімділер ғана кіреді деп айтқанда, сахабалар:
«Уа Расулалла, біз бәріміз мейірімдіміз» деді. Сонда Алла елшісі: «Өзіне ғана емес, басқаларға да мейірімділік танытқан кісі мейірімді» деді. Пенденің өзіне өзі мейірімділік танытуы, өзін Алла тағаланың азабынан қорғауы, тыйым салған нәрселерінен аулақ болып, бұйрықтарын орындауы. Ол үшін күнәдан бас тартып, бұрынғы күнәлары үшін тәубе келтіріп, ғибадат жасаумен ғана Алла тағаланың разылығын көздеу керек. Басқаларға мейірімді болу, ислам діні белгілеген адам ақыларына көңіл бөліп, басқаларға зиян бермеу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм мұсылман қолымен және тілімен басқаларға зиян келтірмеген кісі деген. Сондай-ақ хайуандарға да рахым қылып, оларға көтере алмайтын шектен тыс жүк жүктемеу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм былай деген: бір кісі сапар тартып бара жатып бір құдық тапты. Құдыққа түсіп су ішіп қайта шықса, сыртта бір ит аузын ашып қаталап, тілін салаңдатып тұрыпты. Бұл байғұс ит темендей шөлдеген екен деп, қайтадан құдықтың түбіне түсіп, аяқ киіміне су толтырып, аузына тістеп алып құдықтан шығып, итке береді. Нәтижеде ол кісінің жасаған ісіне Алла разы болып күнәларын кешіреді. Мұны естіген сахабалар Алла елшісіне саллаллаху алейхи уәсәлләм: «Уа Расулалла, хайуанаттарға рахым қылғанымыз үшін де сауап табамыз ба?» деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм: «Барлық тірі жандылар себепті сауап табасыңдар» деді. Әнәс ибн Мәликтің риуаят еткені бойынша, Омар радиаллаху анху кешкісін қыдырып жүріп, бір жерде тоқтаған керуенді кезіктірді. Керуеншілердің бәрі ұйықтап жатқанын көріп, олардың мал-мүлкін біреу ұрлап кетеме деп уайымдай бастады. Сонымен түн болғанына қарамай, Абдулла ибн Ауфқа жетіп барды. Абдулла әзірет Омарды көріп: «Уа мүміндердің басшысы, тыныштық па? 7 түнде адасып келіп қалғаныңа жол болсын» деп сұрады. Әзірет Омар оған: «Ауылдың айналасын қарап жүріп, тоқтап тұрған керуенді кезіктірдім. Сосын әлгі керуеншілердің бәрі бірде ұйықтап қалса, қарақшылар, ұрылар қол салуы мүмкін деп ойлаймын. Жүр екеуміз барып күзетте тұрайық» деді. Сөйтіп олар керуеннің жанына барып, таң атқанша күзетті. Таң атып, жер ағарғанда Омар радиаллаху анху: «Уа жолаушылар, намазға тұрыңдар» деп үн салды. Жолаушылар оянғанда Әзірет Омар радиаллаху анху ауылға қарай кетті. Сахабалардың жолында жүру біздің міндетіміз. Алла тағала олар бір-біріне өте мейірімді деп мақтаған. Олар мұсылмандарға және барлық жандыларға қайырымды, тіпті мұсылман болмаған зиммилерге де қайырымды. Әзірет Омар радиаллаху анху бір күні қартаң зиммидің әркімнің есігін қағып қайыр сұрап жүргенін көреді. Әзірет Омар оған жүрегі ауырып: «Кешір бауырым, біз саған ынсапты мәміле жасай алмаппыз. Жас күш қуатты кезіңде саған салық салып, тапқаныңнан үлес алушы едік. Енді осылай қартайғаныңда сондай ауыр жағдайға тастап қойыппыз» деді. Содан соң Бәйтүл малдан мемлекет қазынасы ол кісіге жәрдем берілуін бұйырды. Әзірет Әлиден төмендегідей оқиға риуаят етілген. Бір күні ертемен Омардың радиаллаху анху түйе мініп алып, Аптақ деген жерге жол тартып бара жатқанын көріп: «Уа мүміндердің басшысы, қайда бара жатырсың?» деп сұрадым. «Зекетке келген түйелердің біреуі жоғалып кетіпті, соны іздеп бара жатырмын» деді ол. Оның жауабын естіп өзімше таң қалдым. «Уа мүміндердің басшысы, сен өзіңнен кейін келетін халифаларға қиыншылық салдың ғой» дедім. «Ей Әбу Хасан», деді ол сонда, «мені айыптама. Мұхаммедті саллаллаху алейхи уәсәлләм пайғамбар қылып жіберген Аллаға ант етейін. Ефрат, Тигр өзенінің бойынан бір қозы жоғалса, қиямет күні оның есебі Омардан сұралады ғой деп қорқамын. Өйткені мұсылмандарды жаман жағдайға қалдырған және мүміндерді қорқытқан залым басшыларға бас июге болмайды». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм үмбетімнің алдыңғылары көп намаз оқып, ораза ұстаған үшін емес, жүректерінің тазалығы, жомарттығы және барша мұсылмандарға мейірімділігі үшін пейішке кіреді деп айтқан. Қайырымдыларға қайырымды Алла рахым қылады. Жер жүзіндегілерге қайырымды мәміле жасаңдар. Көктегілер де сендерге қайырымды мәміле жасайды. Басқаларға қайырымды болмағандарға рахым қылынбайды. Басқаларды кешірмегендер кешірілмейді. Әнәс ибн Мәлик радиаллаху анху пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәлләм былай дегенін риуаят етеді: «Сенің мойныңда мұсылмандардың 4 ақысы бар. Жақсыларына жәрдем бер, күнәһарларының кешірілуін тіле, ауруларын зиярат қыл, тәубе жасағандарды сүй». Риуаяттарға қарағанда Әзірет Мұса жаратқаннан: «Уа жаратқан ием, қандай себептен кейін мені өзгеше пенде қатарында қабыл алдың?» деп сұрады. Алла тағала оған: «Жаратқан нәрселеріме қайырымды болғаның үшін» деп жауап берді. Риуаяттарға қарағанда
Әбу Дәрда радиаллаху анху балалардың артынан жүріп, олар ұстаған құстарды сатып алып ұшырып жіберді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: мүміндер бір-бірін жақсы көріп, бір-біріне мейірімділік жасауды, бір-біріне көмектескенде бір дене сияқты. Кісінің бір жері ауырса, ұйқысы қашып ыстығы көтеріліп, бүкіл денесі ауырған жерінің дертіне серіктес болады емес пе? Хикая. Қайсы бір қатты ашаршылық жүрген қатал жылы Исраил ұлдарынан бір тақуалы кісі жолда кетіп бара жатып, құм төмпешігін көреді де, ішінен: сол төбелер ұн болып, Исраил ұлдарының қарны тойса ғой деп ойланады. Сонда Алла тағала Исраил ұлдарының сол сәттегі пайғамбарына: пәленшеге, сол құм төбелері ұн болып, елдің қарнын тойдырғаныңдай сансыз сауап таптың деп айтып қой деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да өз уақытында мүміннің ниеті жасаған ісінен жақсырақ деп айтқан. Хикая. Әзірет Иса алейхиссалам бір күні Іблісті жолықтырып қалады. Оның бір қолында бал, екіншісінде күл бар еді. Әзірет Иса алейхиссалам одан: Алланың дұшпаны, бұл бал мен күлді не қыласың? Деп сұрайды. Ібліс оған: тілдерін тоқтата алмай, өсектің ең шыңына жетсін деп балды өсекшілердің аузына жағамын, ал күлді басқалар қор қылсын деп жетімдердің жүзіне себемін, деп жауап берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жетім таяқ жеп жылағанда: қайырымды Алланың аршы дірілдеп, ұлы жаратқан: ей періштелерім, мен әкесін топырақ астына жасырған нәрестені кім жылатып жатыр деп сұрайды, деп айтқан. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: кім бір жетімді жегізіп ішкізсе, Алла тағала оған пейішті уәжіп қылады деген. Раудатул Улама атты кітапта Әзірет Ибрахим алейхиссалам тамақтанарда 1-2 шақырым жол жүріп, бірге тамақтанатын кісі іздеуші еді деп айтылады. Бір күні Әзірет Алидің радиаллаху анху жылап отырғанын көріп, одан: неге жылап жатырсың деп сұрайды. Ол: 7 күннен бері үйіме қонақ келмеді, Алла тағаланың назарынан тыс қалдым ба деп қорқып жатырмын деп жауап берді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: Алланың разылығын ғана көздеумен бір аш кісінің қарнын тойдырған пендеге пейіш уәжіп болады. Кім аш кісіге тамақ беруден қашса, Алла тағала қиямет күні оны сыйынан құр қалдырып, тозақта азаптайды деген. Бір хадисте көп ғибадат жасаған саранға қарағанда жомарт пенде Аллаға сүйіктірек деп айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: қияметте төмендегі 4 кісі сұрақсыз пейішке кіреді. Ілімімен амал қылған ғалым, қажылыққа барып келгеннен кейін өлгенге шейін ешкіммен таласып тартыспаған және күнәдан аулақ болған қажы, ислам дінінің жайылуы үшін соғысқан шейіт, адал жолмен тапқан мүлкінен ел көрсін деп емес, Алла ризалығы үшін Алла жолында садақа берген кісі. Міне, сол 4 кісі қияметте сен бірінші кіресің бе, мен бе деп тартысады. Ибн Аббас радиаллаху анху риуаят еткен бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: елге пайдасы тисін деп Алла тағала мал-мүлік берген пенделері бар. Егер бұл кісілер елге беруден сараңдық қылса, Алла тағала олардың қолындағы нығметті алып басқаларға береді деген. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам: жомарттық бұтақтары жер жүзіне иілген пейіш ағашы. Кім бұл бұтақтардың бірін ұстаса, ол сол кісіні пейішке жеткізеді деген хадисі бар. Миқдам ибн Шуайб әкесінен үлкен әкесінен мынадай риуаят қалдырған: мен пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам: уа Расулалла, менің пейішке кіруіме себеп болатын бір істі айт деп сұрадым. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам маған: кешірімге себеп болатын істер: тамақ беру, сәлемдесуді жаю, жақсы сөз сөйлеу деді.